Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Тұлға арнасына қош келдіңіздер. Біздің арнамызға жазылып, лайк басып, комментарий жазып отырайық ағайын. Біздің бүгінгі тақырыбымыз 1990 жылдардағы Қазақстандағы ең басты криминалдық авторитет Сары Алмаз, яғни Несіпбай Нәсенов. Несіпбай Нәсенов 1961 жылы Семей облысында дүниеге келеді. Несіпбай 1 жасқа толғанда әкесі мен шешесі ажырасып, Несіпбай анасының қолында өседі. Қарапайым отбасыда өмір сүріп, жас кезінен каратэмен айналысады. Каратэмен айналысу барысында көптеген спортсмендермен танысады. Мектепте оқып жүріп, достарымен Adidas атты футболкалар шығара бастайды. Бірақ ол футболкалардың авторлық құқықпен қорғалатынын білмеген. Несіпбай криминалға қызықпаған, оның қызығушылығы музыка мен спорт болатын. Ол салауатты өмір салтын ұстанатын жігіт болатын. Совет әскерінде өзінің борышын өтеп, Семей қаласынан Алматы қаласына қоныс аударады. Қоныс аударып, бармен болып жұмыс жасап жүріп, ақша жинап, Сарыарқа кинотеатрының қасынан вафельді трубка жасайтын цех ашып, Горький саябағында газдалған су сататын автоматтар қояды. Бұндай қиын жылдарда жастардың жартысы рэкетке кетсе, жартысы бизнеске кетті. Несіпбай соның екіншісін таңдап, бизнеске бет бұрды. Сонымен қоса өзінің каратэ мектебін ашып, шағын, бірақ тұрақты түрде табыс алып келетін кірісі пайда болды. Дәл сол сәтте Несіпбайға рекетерлер келіп, табысының 30%-ын ай сайын беріп тұруын талап етті. Бірақ Несіпбай оларға қандай да бір ақша беруге бас тартты. Содан кейін Несіпбайдың бизнесіне және жақындарына шабуылдар жасалды. Сол шабуылдардан кейін Несіпбай қолына қару алып, қасына спортсмендерді жинап, жаңағы рекетерлерді қырып салады. Төбелестен кейін Несіпбайдың командасы кім күшті болса, соның әмірі жүретінін түсініп, Алматыдағы бизнесмендерді қол астына алып, олардың криминалдық кришаларын ауыстырды. Сол сәтте Несіпбай Нәсенов Сары Алмаз атанып кетті. Бизнесмендер бұрынғы Несіпбай сияқты бас тартқан кезде оларды соққыға жығып, қарумен қорқытқан. Тіпті кейбір жағдайларда олардың құлағының қасынан атып, құлақтың барабанын жарақаттап жіберген. Сары Алмаз өзінің қарсыластарымен кездесуге барғанда әрқашан жеңіспен шығып, олармен теңесетін адамдар қалмады. Сары Алмаздың командасының саны 100-ден асып, олар автокөлік желілерін, киім-кешек базарлары, Болашақ пен Аралды өз қолында ұстады. Соның арасында бірнеше сұйық отынмен айналысатын компанияларды, Маңғыстау облысындағы бірнеше мұнай өңдейтін құбырларды да өз қолына алды. Сонымен қатар Сары Алмаздың командасы ТМД елдері бойынша бидай сатып, шет елдерден Қазақстанға автокөліктер мен техникаларды әкеліп, тіпті бірнеше казинолардың негізін қалаған болатын. Осылайша ақша көбейіп, басқа қазақстандық бандиттер оларға көралмаушылықпен қарайтын еді. Сары Алмаздың Алматыдағы беделі заңды ұрыларға қызықты болып, кейін әйгілі Дед Хасанмен кездесіп, кездесуден кейін тұрақты араласып тұрды. Кездесуде қандай әңгіме айтылғаны белгісіз. Бірақ сол кездесуден кейін Сары Алмаз өзінің үлкен жобаларын Дед Хасанмен ақылдасып шешетін болды. Біраз уақыт өте келе Сары Алмаз
Алматаның қараушысы болды. Бірақ Саралмаздың беделіне қарамастан оның отбасына шабуылдар жасала отырды. 1992 жылы Саралмаздың бірінші әйеліне қастандық жасап, 3 жасар қызы Гүзелді анасыз қалдырып кетті. Саралмаздың билігі Қазақстаннан асып, шет елдерге де жетті. Қазақстанның өзінде барлық жерлерде, прокуратурада, милицияда, сотта өзінің адамдары болды. 1996 жылы Несіпбай әнші Ситора Назароваға үйленді. Кейін Ситора Назарова Несіпбайға ұл сыйлады. Бірақ тойдан кейін көп ұзамай Қазақстанның билігі өзіміздің күшімізді көрсетеміз деп бірінші болып Саралмазды ұстап алды. Саралмаздың үстінен Жаңаарқа турфирмасы арыз жазып, дәл сол арыз сотта 7 жылға бас бостандығынан айырылуына себепші болды. Саралмаздың қылмыстық ортада беделі болғандықтан ол темір торда қиналған емес. Жарты жылдан кейін жоғары соттың шешімімен Несіпбайды денсаулық бойынша темір тордан босатады. Бостандыққа шыға сала Испанияға бет бұрды. Өйткені оның шыққанын естіген журналистер шу көтеріп, сот шешімін қайта өзгертіп тастауы мүмкін еді. Саралмаз Испанияның Барселона қаласында Измайлдық қылмыстық топ басшысының үйіне тоқталады. 1998 жылы 1 маусымда Саралмазға қастандық жасалып, нәтижесінде қаза болады. Видеомыз ұнаса, біздің арнамызға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.